Бүгін жұма деп жұқа шелпек пісірдім. Достар, алдымен парақшама тіркелуді, лепіл басуды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдымен жылы сүтімізге қантымызды, тұзымызды, 2 шай қасық майонез бізде қамырды жұмсақ қылдырады. 1 жұмыртқамыз салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды салып, салмақ түсірмей жұмсақ қылып илейміз. Мен барлық қамырды жұмсақ қылып илеймін, тек қана еттің қамырын ғана, ет асқан кезде, сол кезде ғана қатты қылып илеймін, қалғанның барлығында жұмсақ қылып илейді екенмін. Осылай илеп, дастарханға түсіріп, тағы да 1 мәрте басын біріктіріп, жұмсақ қылып илейміз дағы 10 минутқа тындыруға жібереміз. Мінекей 10 минут өтті. Енді осыны бірдей бөліктерге бөліп аламыз. Бірдей бөлікке бөлгеннен кейін осылай басын бүріп, оқтаудың көмегімен дөңгелетіп жайып аламыз. Алдын ала майымыз қызып тұруы қажет. Қызып тұрған майға осы шелпекті тез айналдыра отырып, 2 жақ бетін пісіріп қуырып аласыздар. Осымен жұмсақ үлпілдеп тұрған шелпегіміз дайын. Ас болсын, сіздермен бірге болған Әлден Гауһар.